әртүрлі қорқынышты заттар мен мистикалық жерлерді көрсететін боламын. Яғни бұл заттардың барлығын кеше Азанның стримінде және де басқа да стримдерінде, яғни орыс стримерлері Smile Thrasher секілді барлығы осыны қозғаған болатын. Қазір осы орыс ютубында Free Fire түсіретін осы мәселе күрт көтеріліп кетті. Яғни осы Free Fire ойынында әртүрлі қорқынышты, яғни әртүрлі дәджалға ұқсайтын, идол деген секілді әртүрлі осындай харам заттар өте көп. Мысалыға айтатын болсақ, осы өткенде PUBG ойынында осындай нелерді қосқан болатын, идолдарды, яғни соған бағыну арқылы сіздер әртүрлі наградалар аласыздар. Және де осы Free Fire ойындағы барлығы соны көріп, біздің ойынымызда да осындай бар ма екен деп көрген кезде, біздің осы Free Fire ойынында ондайлар өте көп екен. Яғни біз осымен күресу керекпіз, өйткені бұның барлығы харам. Және де сіздерге осы видеода осыған толығырақ түсіндіріп кететін боламын. Қанекей видеоға кеттік. Free Fire ойынын ойлап тапқан адамдар, олар қытайлар. Яғни осы Free Fire ойынын солар шығарған. Және де олар осы біз секілді мұсылмандарды және де арабтарды онша жақтыра бермейді. Сондықтан да карталарды барлығын бізге бір жағынан қарсы қалып істеген. Мысалға айтатын болсақ, Бермуды деген оның мағынасы, яғни өздеріңіз көбісі біледі, Бермудский треугольник деген жер бар. Ол жерде барлығы қаза болып жатады, және де ол жақ онша емес. Сондықтан да осы аралдың атын Бермуды деп қойған, және де сол жаққа ұқсастырып қойған. Және де ең қорқыныштысы ол чистилище картасы. Ол чистилище картасының мағынасы ол бір жағынан тозақ деген секілді болып келеді. Ал бізде тағы да бір карта бар, ол Калахари. Калахари ол осы Сахарадағы ең қорқынышты әрі жаман жер. Сондықтан да осы үш картада онша карта болып тұрған жоқ, мағына жағынан айтатын болсақ. Кешке стримде Азам өздері және де тағы да басқа стримерлер осының барлығын талқылады. Яғни осы жерлердің барлығын көріп шықты, мистикалық суреттердің барлығын, мистикалық жерлердің барлығын. Оны қазір сіздер көріп отырсыздар ол жерлерді. Және де сіздер қазір ойлауларыңыз мүмкін, яғни бұл кездейсоқ болуы мүмкін, бұл кездейсоқтықтан кездесу мүмкін деп. Бірақ та бұл жерде неге барлық суретте олардың көзі, олардың қолдары, олардың мүйіздері барлығы неге бұл жерде анық көрініп тұр? Бұл кездейсоқ нәрсеге ұқсамайды. Бұны әдейі қойған деуге де болады. Және де кеше осы орыс ютуберлері барлығы осыны бізге қарайтын, яғни осы Россия регионына қарайтын Артур деген адам бар, көптеріңіз танисыздар. Барлығы сол жабылып, соған айтып, осыған жауап тастайын деп отыр. Соған тек қана олар емес, бізде атсалысу керек, бізде ойлаймын. Өйткені осы Free Fire'дың ойнайтын көпшілік адамдардың бірі, яғни осы Қазақстанда Free Fire'ды өте көп адам ойнайды. Сол себептен де бізде бұған атсалысуымыз қажет.